Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз тирамису жасайтын боламыз. Ең алдымен кез келген еритін, яғни растворимый кофені дайындап, суытуға қойып қоямыз. Ыдысымызға маскарпоне сырын саламыз. 1 минуттай миксерлеп аламыз. Оның үстіне қант ұнтағы және сливкиді құйып, осындай құю кремге айналғанша миксермен араластырамыз. Енді суыған кофені үлкенірек ыдысқа құйып, осындай савоярди печеньесін алып, кофеға батырамыз да ыдысымызға біртіндеп рет-ретімен қойып шығамыз. Ыдысымның түбіне крем жағып қойдым және ыдысқа байланысты печеньенің басын кестім. Енді оның үстіне дайындаған кремімізді осылай жайып шығамыз. Бетін тегістеп, дәл солай екінші рет қайталаймыз. Енді бетін тегістеп болғаннан кейін бірнеше сағатқа немесе бір түнге тоңазытқышқа салып қоямыз. Алған соң үстіне какао сеуіп шығамыз. Осымен біздің тирамису дайын болды. Барлықтарыңызға дайындауға кеңес беремін. Дәмі ерекше, нәзік болып шығады.